суретте қанша үшбұрыш бар? А суретіне назар аударамыз. А суретінде бірінші мына бөлік тұрған үшбұрыш, екінші, үшінші және төртінші тұрған мына бөліктердің барлығы үшбұрыш. Демек, 4 үшбұрышты біз көріп тұрмыз. Ал енді мына үлкен үшбұрыш, яғни осы 4 бөліктен құралған, ол 5-ші үшбұрыш болады. Демек, А суретте 5 үшбұрыш бар. Келесі А суретіндегіні есептейік. Мына бірінші бөлік, екінші, үшінші, төртінші, бесінші бөлік және алтыншы бұл 6 үшбұрыш. Енді мына тұрған үлкен үшбұрыш ол 7-шісі және де бұлай төңкеріліп тұрған мына үшбұрыш 8-шісі. Демек, Ә суретінде 8 үшбұрыш бар екен. Ал енді Б суретін есептеп көрейік. Сонымен бөліктерінің барлығы үшбұрыш екенін көріп тұрмыз. Демек, 4 үшбұрышты таптық. Ал енді 5-шісі, міне, мына үшбұрыш. 6-шысы бұлай, 1 мен 3-тің қосындысы. 7-шісі 3 пен 4-тің қосындысы. Және 8-шісі 2 мен 4-тің қосындысы. Демек, Б суретінде 8 үшбұрыш бар екен.